Сәлем көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Атырау қалалық нөмір 2 сотында Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменоваға сот үкімі шығарылды. Бақытгүл Хаменова пара алғаны үшін кінәлі деп танылып 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ баласы болуына байланысты жазасын өтеу 3 жылға дейін кейінге қалдырылды. 14 қарашада Бақытгүл Хаменова соңғы сөзінде өзінің кінәсіз екенін мәлімдеді. 2021 жылдың 11 желтоқсанында Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменованың ұсталғаны белгілі болды. 2021 жылы 12 желтоқсанда Хаменова үй қамаққа алынды. Сот оның жалғыз әйел екенін, 2 бала тәрбиелеп отырған, біреуі бала кезден мүгедек екен, қарт-анасының асырауында екенін, бұрын сотты болмаған, құзырлы органдардан жасырмағанын ескерді. 2021 жылдың 23 желтоқсанында Хаменова уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бақытгүл Хаменова 2020 жылдың наурыз айында премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды.